Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомызда біз осындай қазақша қыз балаға арналған жакетті тігетін боламыз. Бұл жакетке біріншіден матовый велюр материалы керек және сызып алдын ала дайындалған лекалалар керек. Мен сіздерге бірінші пішілу жолын көрсетемін. Мен лекала қойып, сол бойынша сызып, тігіске 1 см қалдырып қырқып шықтым. Дәл осылай алдыңғы бөлікті де қойып, 1 см тігіске қалдырып, алдыңғы бөлігінің бір бөлігін қырқып аламын. Және габелен материалына осы қырқылған матамыздың өлшемі бойынша және екінші бөлігін қырқып шығатын боламын. Бізге осындай астарлық материал керек болады. Мен 2-ге бүктеп, негізгі матамды да 2-ге бүктеп, сол астарлық матаның үстіне қойып, қырқып шықтым. Астарлық матамызды негізгі матамызбен беттестірген кезімізде артық ешқандай тігіске материалды артығынан қырқпаңыз. Өйткені тіккен кезде материалыңыздың артық жері жакеттің сыртына шығып тұратын болады. Сондықтан бірдей дәлме-дәл астарымен бірдей алып қырқыңыз. Міне негізгі матамыз дайын болды, астарлығымыз да дайын болды. Енді етегін, яғни баскасын тігетін боламыз. Мен осында 25 см материалды түгін жоғары қаратып жинайтын боламыз. Міне иықтарын қосып алдым және астарлық матаның да иықтарын қосып аламыз. Енді міне иықтарын қосып болғасын беттестіріп, міне алдыңғы бөлігін және екі қолтығын тігіп шығамын. Мен міне видеода көрсетіп тұрғанымдай астыңғы бөлігінен кіріп, алдыңғы жағынан міне оң қаратамыз алдыңғы жағын. Осылай міне оң қаратып аламыз. Осы енді дайын болған жакетімізді міне үтікке апарып, тігістерін жатқызып, бір-бір үтіктеп алыңыз. Енді екі міне жакеттің жан тігісін тігеміз. Ол үшін міне бірінші ортасына закрепкі жіберіп алыңыз, өйткені материал айнып кетуі мүмкін. Бір тігіс жүргіздім және қосып, астарлығында қосып тігіп жүрсеңіз болады. Мен сіздерге видео түсінікті болу үшін жеке-жеке тігіп жатырмын. Енді оң қаратамыз. Екінші бөлігінде дәл солай қайталаңыз. Міне астарлығын, міне астарлықпен мына матовый велюрді бір-біріне беттестіріп, осылай ұзыннан түзеп бір тігіс жүргізіп шықсаңыздар болады. Міне жакетіміз дайын болып қалды. Енді етегіне қатпарлы материал тігіп шығамыз. Ол үшін біз ұзыннан бір тігіс жүргізіп, сол тігістің жібін міне астыңғы бөлігіндегі жібін тартыңыз, өйткені астыңғы бөлігі өте бос болады. Сборка жасап, осылай жинаңыз. Міне қамзолымызға есептеп, сборкамызды беттестіріп, бір-біріне қосып тігіп шығамыз.
матаның шет-шетін қырқып, енді оверлок машинкасымен бір тігісін жүргізіп аламыз. Мен оверлокмен жүргізіп шықтым. Аны етегін енді қайырамыз. Бүгінгі сабағым сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен болған меруерт. Келесі видеода кездескенше.